Ол Шекспирдің «Асауға тұсау» комедиясындағы қылықты Катарина, Мұхтар Әуезовтің «Қара қыпшақ қобыланды» драма дастанындағы хан ордасында қылыш ойнататын батыл да өжет қарлығасынды бейнелерімен көрерменнің жүрегін жаулап, өнер құдіретіне иландырды. Ол драма саласында әйелдер арасынан тұңғыш КСРО халық артисі атағын алған, Қазақстанның халық артисі, Қазақстан Республикасының Отан орденінің егері, 1952 жылы қойылған Абай спектакліндегі бастаушының бейнесі үшін КСРО мемлекеттік сыйлығының егері болған актриса. Көз көргендер бұл қойылымда сахнадағы оқиғаны сырттай бақылап тұрған бастаушының үні, оқиғаға сай ишарасы аса шеберлікпен жасалған бейне екенін тебірене еске алады. Драма жанрының жарық жұлдызы, сахна мен экран шебері, қазақ өнерінде өшпесте із қалдырған хас талант Хадиша Бөкейқызы. Қазақ өнерінде Хадиша Бөкеева мектебі ақсүйектік, талғампаздық деген ұғым қалыптастырған профессор Бөкейқызының мектебінен түлеп ұшқан Тұңғышбай Жаманқұлов, Әшірбек Сығай, Құман Тастанбеков, Досқан Жолжақсынов, Әшірәлі Кенжеев сынды көптеген шәкірттер театр мен кино өнерінің хас шебері болған өнер иелері. Батыс Қазақстан облысы Казталовка ауылында дүниеге келген актриса әке-шешеден ерте айырылады. Әр қаладағы балалар үйінде өскен Хадиша Бөкейқызы 15 жасында орыс режиссерлерінен дәріс алып, Ленинград театр өнері институты қабырғасында білім алып шығады. Актрисаның өнердегі алғашқы кәсіби жолы Шымкент облыстық қазақ драма театрынан басталады. Бұл 1938 жыл еді. Сол жылдары Островскийдің «Кешіккен махаббатындағы Людмила», Шиллердің «Зұлымдық пен махаббат» трагедиясында Луиза, Әуезовтің «Еңлік кебегінде еңлік», Мүсіреповтің «Ақан сері ақ тоқтысында» ақ тоқты бейнелерімен көрерменнің көзайымын айнала бастаған актриса 1942 жылы Шекспирдің «Асауға тұсау» спектакліндегі Катарина рөлінде ойнау үшін Алматыдағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрына шақырту алады. Осы туындыдағы Петруччо қазақ өнеріндегі бірегей тұлға Шәкен Айманов еді. Қайталанбас екі дарын иесінің осы қойылымдағы ұшқыр таланты мен телегей шабыттарын біздің сүйікті дәрігер кинофильмдегі эпизодтан да аңғаруға болары анық. Ал не орындаймыз? Меніңше «Асауға тұсаудан» үзінді. Сол дұрыс секілді. Шекспир күшті сезім. Көптен ойнамадық. Шынымен ұмытқан жоқсың ба? Қане қайталап көрелік. Қайырлы күн, Кэт. Есіміңіз осылай аталады ғой естуімше. Байқаймын, дұрыс естімегенсіз. Барша жұрт мені Катарина деп атайды. Жалған. Сізді жорта Киска дейді ғой бәрі. Бірде даңқты Кисінкі, яда ұрысқақ Киска. Әйтеуір Киска деп біле. Әлемдегі ең әдемі Киска. Сондықтан Киска. Мен де сені Киска деймін, жарығым. Қайда барсам сұлу деп асыра дәріптегесін. Және момындығыңыз үшін құда түссем деп те оқталдым. Сәтін берсін. Маған қарай сізді бастап келгендер алып кетсін бұл жерден. Бірден ұқтым, сіз әшейін мүліксіз. Не? Қалай сонда, не айтпақсыз? Сіз орындық төрттаған. Онда келде отырмаған. Сіз секілді есекке жүк салғанда желет. Сен секілді әйелдер көтеруге көнеді. Өзіңізге басқа мәстек іздесеңіз жөнеді. Айтары, сона бөгелек қатты зыңдап барасың. Сона болып мен шақсам құр ойбайлап қаласың. Қос саусақпен шымшып жұлып тастармын. Тек топастың көзіне титтей жәндік көрінсе. Сол сонаның сүңгісі құйрығында білеміз. Жоқ, тілінде. Кімнің тілінде? Құйрыққа кеп үңілгеннің тілінде. Қош болыңыз. Қалай? Менің тілім сенің құйрық тұсыңда? Жоқ, мен Бекзада баласы. Шекспирдің туындысын шыңына жеткізе ойнаған Катарина Бөкеева, Петруччо Аймановтар көзі тірі кезінде аңызға айналса, қазақ театрындағы бұл спектакль кезінде Кеңес одағы театрларының үздік қойылымдары санатына енеді. Актрисаның сомдауындағы Катарина образы туралы театр сыншысы, сын сардары атанған Әшірбек Сығай 3 сағатқа жуық жүретін қойылым көлемінде Катаринаның сөзі небәрі 3 парақтан аспайды. Бірақ соған қарамастан, Хадишаның қисынды іс-әрекеті Катарина қасиеттерін көрушісіне дәл жеткізе алды.
Қысқасы, Катарина Хадишада тіл қатудан көрі, ыммен, ишаратпен ұқтыру сәттері мол ұшырасады. Шебер актриса бейне шоқтығын осылай өсіре келіп, Катаринаны мейірімді, мархабатты, сыйласқыш, кіршіксіз таза махаббатқа берік жан дәрежесіне дейін көтереді деп баға берген. Актриса қазақ театрының негізін қалаған алыптар Қалыбек Қуанышбаев, Серке Қожамқұлов, Елубай Өмірзақовпен бірге қазақ өнеріндегі бірегей бейнелер Шәкен Айманов, Нұрмұхан Жантөриндермен қатар жүріп, шеберлігін шыңдай түседі. Хадиша Бөкейқызы өмірінің соңына дейін Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік академиялық драма театры сахнасында 100-ден астам түрлі бейнелерді сомдап, драма, трагедия, комедия жанрларында асқан шеберлігімен тәнті етті. Актриса кино өнерінде де Райхандағы инженер қыз Райхан, Асау ертіс жағасындағы парторг Фатима, Тұлпардың ізі фильмдегі ділда бейнелерімен тараланды. Хадиша Бөкейқызы 2011 жылы Алматы қаласында дүниеден озды. 2014 жылы Орал қаласындағы драма театрына актрисаның есімі берілді.